Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін сіздермен жаңа влог. Мен 2 ай жоғалып кеттім, сол үшін сіздерден кешірім сұрайын достар. Мен қазір Ермахан үйінде самауырын қайнатып жатыр. Достар, сендер самауыр қайнату білесіңдер ма достар? Лайктарын басып кетіңдер осы каналға, максималды кәдімгі достар. Және достар, міне мына самауыр қайнатып отыр, Ермахан. Сол достар. Қазір самауырын қайнаған кезде жолғатын боламыз достар. Менде көптеген нелер болыпты, активность көтеріліпті достар. Сол үшін сіздерге көп рахмет. Достар, жаңағы нені сұрамадым. Өйткені ояқта көп адамдар болды да достар. Сол үшін үйіне бір қонақтар келіп кетті ма, бір бәле болды короче айтқанда. Достар, мен көп ойлана келе осындай влог түсірейін деп шештім. Өйткені достар, мен осы каналда Джонни Шонсон деген каналды 2018-де аштым. Сол кезден бастап видео салынып жатыр. Сол үшін мені сендер бүкілдерін қолдайды деген ойдамын достар. Мені жақындарым бәрі қолдайды деген ойдамын достар. Мен ешін 2 ай жоғалып кеттім достар. Өйткені даланың тірлігі деген сияқты жақында достар сіздермен бірге оларды таныстыратын болам достар. Егер сендер жақсы қарсы алып алсаңдар достар. Сол үшін сендер мені қолдап кетсеңдер, мен де видео шығара берем. Әрине хейтерлер болады, арасында хейтерлерге енді төзуге болады. Ал сіздермен бірге болған Джонни Шонсон, аман есен сау болайық бірге, бәріміз бірге. Және алдағы уақытта көптеген видеолар шығады, және влогтар шығады достар. Маған Avonнан яғни заказ беріп қойғам, андай неге штативке достар. Сол үшін соны күтейік достар. Сол кезде жақсы контенттер шығады достар. Достар, осыны мен қараңғыдан не үшін түсіріп жатырмын достар? Өйткені дала қараңғы болып кетті. Жаңа Ермахан үйіне барғам, сосын үйінде неғып кеттік, тірлік істеп кеттік. Қайта іштедім да қайтып кеттім достар. Ал сендермен бірге болған Джонни Шонсон, сау болыңыздар достар, амандықта.